Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? 10-шы сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз адамға не мотивация береді, яғни химиялық нейромедиаторлар туралы айтамыз. Оның 3 түрі бар. Біз білетін, қазір осы сабақта айтылатын 3 түрі бар. Біріншісі ацетилхолин, екіншісі дофамин, үшіншісі серотонин. Бұның үшеуінің үш химикаттың 3 түрлі қызмет атқарады, 3 түрлі нәрсеге мотивация береді. Оны білу бізге күнделікті өмірде болып жатқан жағдайлардың қандай не себепті болып жатқанын ғылыми түрде түсінуге көмек береді. Және де сабақ соңында амигдала туралы айтатын боламыз, яғни бұл мидың центрі деп те айтса болады. Кеттік. Сонымен біз осы көрсетілген тақырыпта сабақ жүргізетін боламыз. Жалпы адам өмірінде, адам басында осындай осы сабақта айтылатын 3 түрлі нейромедиаторлар айтатын боламыз. Дұрыстап мән беріңіз. Бұның әрқайсысы нейрондардың бір-бірімен байланысуына әртүрлі әсер етеді. Нейромедиаторлардың басқа түрлері бар, бірақ осы 3 түрі ең маңыздысын айтып кететін боламыз. Яғни біздің үйренуімізге көп әсер етеді. Біріншісі ацетилхолин, бұл фокусты жағдайда болғанда бөлінетін нейромедиатор. Бұның маңызы, өзіміз айтқандай, фокусты жағдайда бізге осындай мидың жұмыс жасауына үлесін қосады. Екіншісі осы соңғы жылдарда ашылған жаңалық дофамин. Бұл сіз бір нәрсені өзіңізді марапаттаған кезде бөлінетін нейромедиатор, және бұл химикат, сондай химикат. Яғни бұл өзіңізге бір күтпеген жерде марапаттау келгенде бөлінеді. Бұл сіздің эмоцияңызға, сіздің үйренуіңізге көп үлесін қосады. Мысалға, сіз осыны оқып болғасын, мен өзіме тегін бургер алып беремін, немесе өзім далаға шығып достарыммен кездесіп келемін деген сияқты қойсаңыз, осындай нейрондар бөлініп, осындай химикат бөлініп, сіздің жұмыс жасауыңызға септігін тигізеді. Үшіншісі серотонин. Бұл социальный, яғни көпшілікпен араласу барысында бөлінетін химикат. Бұның азаюы адамда депрессия ұшыратуы мүмкін. Сонымен осы химикаттар, нейромедиаторлардың бәрі мидың амигдала деген мидың центрі деп те айтса болады. Сондай центрінде орналасқан, және біздің эмоциямыз, шешім қабылдауымыз, концентрацияда болуымыз барлығы осы жерде сақталған. Сондықтан баршаңызға сәттілік.